Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыз налоговый кабинет таңдаймыз. Нулевой отчет. Кабинет налоговый плательщикке кіреміз. Осы жерден кімнің налогын отчетін тапсырамыз, соған ЭЦП-сымен кіреміз. Бұл жерде мен қазір көрсетемін. Рабочий столға сақтаған болатын ключтерді. Как ты трек? Камила, я? Парольдарыңызды кіресіз, ЭЦП. Бірінші айтпақшы не қыламыз? Английскийге қоямыз. Английский таңдаймыз. Өзімдікін қойдым. Кірдік. Не ашылды? Налогтың несі ашылды? Қыздар, міне. Мына жерде налогтан SMS хабарлама келіп тұрады, соны таныстым деп кіре бересіздер. Ештеңе етпейді. Мына жерде нулевой отчет. Форма. Журнал. Форма кіріп. Мына жерде найти дегенді басамыз. Найти дегенді астымызда түсетін. Ешқандай налог тапсырмаған. Енді бұл кісінің окетін білуіміз керек. Окетін даныйын білуіміз керек. Қашан ашқанын, қандай окет таңдағанын білуіміз керек та, өйткені қажет болады, отчетта керек болып қалады. Енді қазір запросить данные дегенді басамыз. Не шықты? Мына жерде ИП Мауя екен, ИП Мауя. Окетті көріп жүрейін. Сосын несін көреміз? Орналасқан қаласы, адресін, ИП-нің орналасқан қай жер? 33, міне 33-10. Астыда 33-10. Ол да керек болады бізге. УКД 33-10 дейміз. Окет ИП-нің немен айналысатыны? 591. Не мақсатта ашылған жөні? Производство фотоматериалов дейді. Производство фото. 20-591 деген жазсаңыз болады. Сосын ИП қай кезде ашылған? Қай числода ашылғаны? 13-ші ай. 10-04-10-2022-де ашылған екен. Міне, мына жерде окет тұрады. Мына жерде окет. Мына жерде орналасқан қаласы. Кассы жоқ, кассы ашылмаған. Мына жерде міне ешқандай данный не жоқ. Басқа кассысын да қарауымыз керек. Каспий банктен ашылған екен. Каспий арқылы ашылған ИП. Енді біз мына жерде егер жабатын болсақ, мына жерге кіреміз, налоговый заявлениеге. Біз нулевой отчет болғасын, бірінші нулевой отчетін кіреміз. Осы ИП-ні қазір жабатынын көрсетеміз одан кейін. 910 упрощенка бізде нулевой отчет. Упрощенка кіреміз. Мына жерде барлық данный өзі тұрады. 2002 жылғы Мауя Камила Бақчанқызы деп тұр. Мына жерде 22 деп тұр. Енді біз қай жылдың налогын тапсырайын деп отырмыз. Соны несін белгілейміз. Полугоды 2-ні қоямыз. Екінші полугоды ғой тапсырайық жатқан. Сосын бұл жерде бухгалтерский жоқ. Бірінші рет тапсырайын деп первоначальный. Егер бірінші рет тапсыратын болса. Сосын резидент, Қазақстан Республикасының резиденті. Болды. Басқа жеріне тиіспейміз. Енді страница 2-ге өтеміз. Страница 2-де бұл кісі пенсион ешқандай доход таппаған ИП-сінің. Ешқандай медстрахование ештеңе төлемеген.
пенсионный ештеңе салынбаған. Енді мына жерге біз нулевой отчеттың мына жерге медстраховать обязательно 0 қойып шығуымыз керек. 0 0 0 не қада сол келесі неға бірінші, екінші, үшінші, төртінші деген сияқты 0 барлығына 0 қойып шығуымыз керек. Енді үшінші страницаға барамыз. Төртінші страницаға барамыз. Төртінші страницада біз бағана қаламызды таңдаймыз. Қай қалада? 33-10 дейміз. 10. Қызылорда облысы. Новый 3-0. Енді жерге де соны жазамыз. Қызылорда 33-10. ОГД Қызылорда 33-10. Енді бұл жерге біз үшінші страницаға кірмейміз, керек емес. Бірге кірдік, екіні орындадық, төртті орындадық. Енді жерде проверитке барамыз. Проверить. Ошибок нет дейді. Ошибок нет болып шықты. Өзі енді жібере береміз. Первоначальная форма 910. Екінші полугодие, 22 год, подготовленный отправки, дайын тұр. КОГД, 33-10, отправить формулы, окей дейміз. Енді ЭЦП-ға қол қоямыз, ключ РЦА дегенді таңдаймыз. Жерге пароліміз жазамыз. Английскийде тұру керек. Таңдадық. Окей дейміз. Ключ шықты. Кетті. Отправка успешно болды. Қыздар, егер сіздерге ұнаса видео, лайк басып, комментарий жазып жіберіңіздер, қалдырыңыз. Келесі сабақта ИП жабуды көрсететін боламын. Окей дейміз. Ал нулевой отчет тапсырылды. Ұнаса лайк басамыз, комментарий жазамыз. Тіркеліп каналыма қолдап кетіңіздер.